Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен шоколадная ватрушка пирогының рецептімен бөліспекшімін. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты әппақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз. Содан соң қаймақ және де сары майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Содан кейін құрғақ ингредиенттерімізді бөлек ыдысқа араластырып аламыз. ұн, какао, разрыхлителімізді. Осы құрғақ массамызды бірден салмай, екі бөлікке бөліп алып, аз-аздан салып миксермен араластыратын боламыз. Қыздар, сіздерден бір өтінішім, мен жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналымда көптеген рецепттер бар. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Енді начинкасын дайындауға кірісеміз. Творогымызға жұмыртқа, қант, крахмал және де пышақтың ұшымен ғана ванилин қосып, барлығын блендермен өткіземіз. Видеодағыдай масса шығу қажет. Диаметрі 23 болатын формамызға шоколадты қамырымызды құйып, бір келгі етіп жайып аламыз. Содан соң ортасына қасықпен сүзбелі массамызды орналастырып аламыз. Видеодағыдай. Оның да бетін сәл тегістеп, бұл жерде мен миндальный слайсы септім жан-жағына, бірақ оны сеппесеңіздер де болады, себебі піскеннен кейін ол көтеріліп, ішіне қарай кетіп қалады. Содан соң 180 градуста қызып тұрған пешімізге 40 минутқа салып пісіріп аламыз. Ас болсын!